Сен адамзаттың ғарышқа сапары ең алғаш қазақ жерінен басталғанын білесің бе? 1957 жылы 4 қазанда Қызылорда облысындағы Байқоңыр ғарыш айлағынан жердің тұңғыш жасанды серігі ұшты. Сол жерден 1961 жылы 12 сәуірде ғарыш әлеміне ұшқан бірінші адам Юрий Гагарин болды. Арада 30 жыл өткен соң 1991 жылы тұңғыш рет қазақ ғарышкері Кеңес одағының батыры Тоқтар Әубәкіров ғарышқа аттанды. Байқоңыр бүгінгі таңда әртүрлі елдердің ғылым және коммерция. Бүгінгі сабақтың мақсаты жетістікті өткен шақта қолдана алады, мәтіннің қатесін тауып түзетіп жаза алады, берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады. Бүгінгі сабаққа сәйкес бағалау критерийі: өткен шақтағы жетістікті табады, мәтіннің қатесін табады. Енді балалар мысалдарға назар аударайық. Бүгінгі өткен шаққа байланысты берілген оқыды, келіпті, айтқан деген мысалдар берілген. Осы мысал сөздерді пайдалана отырып, біз сөйлемдер құрастырып көрейік сіздермен. Мысалы, Аружан өлеңді мәнерлеп оқыды. Не істеді? Оқыды. Оқушылар қолөнер үйірмесіне келіпті. Не істепті? Келіпті. Ағам ұшақпен келетін айтқан. Не істеген? Айтқан. Ендеше сөйлемдердің соңында берілген оқыды, келіпті, айтқан етістіктері өткен шақта берілгенін білдіреді. Енді балалар оқулықтың 82-ші бетіндегі 13-ші жаттығуға назар аударамыз. Барлықтарымыз дәптерлерімізді ашып, бүгінгі ай мен күнді жазамыз. 13-ші жаттығуда сіздерге берілген тапсырма: сөздерді тиісті жіктік жалғаумен сәйкестендіріп жазамыз, яғни сәйкестендіру жұмысы. Содан кейін сәйкестендіріп болғаннан кейін біз осы етістіктердің қашан болған істі білдіретінін және қай жақта тұрғанын айтамыз. Және сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Кәнеки сіздермен ендеше сәйкестендіріп көрейік. Мен биледім. Сен қалай болады? Сен биледің. Сіз биледіңіз. Ол биледі. Біз биледік. Сендер биледіңдер. Сіздер биледіңіздер. Олар биледі. Енді балалар бізде тоқтала кететін болсақ, бұлар бізде қай жақта айтылып тұрғанын айтайық. Мысалға, мен қай жақта берілген? Дұрыс айтасыздар, бірінші жақта. Мен бірінші жақ, мен биледім. Екінші жақ, сен биледің. Сыпайы түрі, сіз биледіңіз. Және үшінші жақ, ол биледі. Бұл бізде жекеше түрде берілген. Енді ары қарай біз бірінші жақ биледік, екінші жақ сендер биледіңдер, сыпайы түрі сіздер биледіңіздер, үшінші жақ олар биледі. Бұл жерде бұл көпше түрде берілген. Бірінші жақ біз, екінші жақ сендер, сіздер, үшінші жақ олар. Ал қайталай кететін болсақ, бұл жекеше түрде бірінші жақ мен, екінші жақ сен, сіз, үшінші жақ ол. Енді балалар сұрақтар қоятын болсақ, мен не істедім? Мен биледім. Сен не істедің? Сен биледің. Сіз не істедіңіз? Сіз биледіңіз. Ол не істеді? Ол биледі. Ары қарай, қане ойланайық балалар. Қалай болады? Біз не істедік? Биледік. Сендер не істедіңдер? Сендер биледіңдер. Сіздер не істедіңіздер?
Сіздер биледіңіздер. Олар не істеді? Олар биледі. Дұрыс айтасыздар, тамаша. Бұл жерде сіздер өте жақсы жұмыс атқардыңыздар деп ойлаймын. Ары қарай балалар, сіздер енді 14-ші жаттығуға назар аударасыздар. Бұл жаттығуда берілген етістіктерді өткен шаққа қойып, сөйлемдер құрап жазасыздар. Енді өздеріңіз оқы, қатыс, біл деген сөздерді қатыстырып, өткен шаққа қойып, сөйлемдер құрап жазасыздар. Келесі жұмыс балалар, сіздерге шығармашылық тапсырма беріледі. Мұнда шығармашылық тапсырмада сөздер берілген. Ұшып жүр, шашып тұр, қонды, жаттап отыр, шықтым, жүгірдім, өсіп тұр, тыңдадым. Яғни осы сөздерді, сөз тіркестерін сіздер өткен сабақтағы тақырыппен бүгінгі сабақтағы тақырыпқа сәйкес өздерінің білімдеріңізді жүйелеп екі топқа бөліп жазасыздар. Осы шаққа қатысты сөздерді мынау көк сызбаның ішіне жазасыздар. Және бүгінгі сабақтарға байланысты сөздерді, өткен шаққа байланысты сөздерді қызыл сызбаның ішіне жазасыздар. Келесі тапсырма, сіздер оқулықтың 83-ші бетіне назар аударасыздар. Бұндағы 15-ші жаттығуды мен сіздерге өзіндік жұмыс ретінде беремін. Бұл тапсырмада мәтіннің қатесін түзеп жаз деген жұмыс берілген. Мәтін аз уақыттың ішінде ол сарапшылар тарапынан жоғары баға алды. Әуелі Тоқтар ғарышкерлер тобына дайындыққа қосылды. Тоқтар ер тұлғалы, жаны жайсан азамат. Сіздер осы мәтінді көшіре отырып, ондағы қатемен берілген сөздерді анықтайсыздар. Содан кейін бұл тапсырманы орындап болғаннан кейін етістіктерді тауып, қай шақта тұрғанын айтасыздар. Яғни етістіктерді, әр сөйлемнен етістіктерді тауып, ол етістіктердің осы шақта тұрма, өткен шақта тұрма, келер шақта тұрма, соны анықтап айтасыздар. Балалар, бүгінгі сабақ бойынша кері байланысқа назар аударыңыздар. Әр бала өзінің кері байланысын анықтайды. Көңілсіз, қызықсыз болды, сұрақтарым бар, сабақта берілген тапсырмаларды орындадым, көңілді, қызықты болды, тақырыпты түсіндім, жаңа мағлұматтар білдім. Бүгінгі сабақтан мен ойлаймын, сіздер көптеген мағлұматтар алдыңыздар және көптеген әсер алдыңыздар деп ойлаймын. Өздеріңіздің кері байланыстарыңызды белгілеп, маған жібересіздер.